Ал спорт саласындағы сарбаздар спортшыларымыз 31-ші жазғы Олимпиада ойындарында ел намысын қорғайды. Алғашқылардың бірі болып боксшыларымыз шығатыны белгілі. Осы сынның алдында атақты спортшы бокстан Олимпиада чемпионы, әлем және Азия чемпионаттарының жүлдегері Ермахан Ыбырайымовтан осы жолғы Олимпиада құрамасындағы былғары қолғап шеберлері ішінен кімнен медаль күтетінін сұраған едік. Маманның жауабына назар аударайық. 64 килограмм салмақ дәрежесіне келсек, Абылайхан Жүсіпов. Бұл Бекзат Саттарханов сияқты жасөспірімдер жастар арасынан жарқ ете қалған жалынды жас боксшы. Бұдан да біздер медаль күтеміз. Әлі осы 4 жыл болды ма, 5 жыл болды ма, соның төңірегінде әлі бірде-бір жеңіліс тапқан жоқ. Барлық ойында жеңіспен келе жатыр. Қайрат Ералиев болсын, Олжас Сәттібаев болсын, Біржан Жақып, Иван Дычко, қандай да боксшы болмасын, осы Олимпиада ойындарына кеткен бәрі менің көз алдымда өсті.